Армысыздар, құрметті Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасының көрермендері. Бүгін ерекше жағдай, біз бүгін сіздерге көптен бері уәде еткен сол уәдемізді орындайын деп отырмыз. Бірақ біз өз студиямызда емес, біз керісінше сол азаматтың жұмыс орнына келіп отырмыз. Оған да көптеген себептер бар. Бірден таныстырып өтейін, Қазақстан Футбол Федерациясының президенті Әділет Назарбайұлы Бәрменқұлов мырза. Бізді қабылдағаныңызға рахмет. Көп жағдайда қош келдіңіз деп айтушы едім. Біз енді сіздің студиянызға келіп отырмыз. Түсінеміз, қазір жылдың соңы, жиналыстар көп, қорытынды жиналыстар көп. Алдағы футбол маусымына жоспарлар дайындау керек. Қазірдің өзі біз бір кеш уақытында жазып отырмыз ғой интервьюда. Өйткені күндізде жазуымызға болады. Бірақ сіз сыртта сапарда болдыңыз. Қателеспесем, Жезқазғанда болдыңыз. Жезқазғанға барып келдік. Қош келдіңіз, Нұрсұлтан. Рахмет. Енді біраз дүниені кейін айта жатармыз әңгіме барысында. Кабинетке келгеннен кейін бірден көзге түскен ол доптар түсінікті ғой, енді футбол федерациясының президентінің кабинеті доптар тұрады, бірақ пілдер өте көп екен. Бұның сыры неде? Енді көз тілден сақтасын. Ырымшылғалық ғой сода. Сондай бір ырым бар. Ұлттар лигасынан кейін әсіресе тіл, көз деген көп. Бірақ әдемі көрінеді екен. Жалпы пілдердің арасында отырып сұхбаттастық десек те болады. Жақсы, алғашқы сұрақтан бастайық онда бірден, Әділет Назарбайұлы. Бұл ұлттар лигасы. Сіздің осы федерацияға президент болып келгеніңізге көп уақыт өткенде жоқ, негізі салыстыратын болсақ. Бірақ бұл 30 жылда орындалмаған бір жағдай орын алды. Біз топта, Европада, өз тобымызда бірінші орынмен аяқтадық. Ерекше жарқын жеңістер болды, тамаша ойыншы, жаңа есімдер пайда болды. Енді эксперимент тәжірибелерде өте көп болды. Жанкүйер қуанды. Өзіңіз де түсініп отқан шығарсыз, алғашқы сұрақ не жайында екен. Аз ғана уақыттың ішінде академияларды күшейтіп тастадық, немесе бір арнайы бір менеджмент қалыптастырдық, соның бұл нәтижесі деп те айта алмаймыз ғой. Бұл феноменнің сыры неде енді? Бұл аз уақыттың ішінде біз қалай Европада көш бастап кеттік? Енді бұл жеңістің сыры біріншіден жанкүйерлердің қолдауының арқасында деп ойлаймын. Екіншіден жұмыс нақты ұйымдастырылғаны, оны айтуым керек. Біз қолайлы орта қалыптастырдық. Біздің жігіттерге өте ризамын, әріптестер, бапкерлер штабына, ойыншыларға жұмыстарын беріліп істегені бар. Барлығы бірліктің арқасында көздеген мақсатқа ұмтылды. Енді бүгін жеңістің дәмі қандай екенін біліп отырмыз. Біздің футбол қашан қазақша сөйлейді деген бір ежелден келе жатқан мәселе барды. Біз осы футбол төңірегінде басшылықта жүрген азаматтармен қазақша сөйлесе алмаймыз негізі. Жұлдызымыз жалпы бір-біріне сай келмей жатады. Бірақ сізбен де ойлағам, бір орысша болатын шығар сұхбат деп. Қазақша сұхбаттаса отырмыз, соның өзіне рахмет. Қателеспесем, бір бұрын соңды іздеп көрдім, сұхбаттарыңыз бар ма жоқ екен. Бірінші рет қоя қазақша сұхбат беріп тұрған? Иә, бірінші рет сұхбат беріп жатқырым, бірінші рет. Жақсы. Мұның өзі бір жақсылықтың белгісі, нышаны десек те болады. Енді, бұрын эфирге шыққан жоқ, Нұрсұлтан. Эфирге шықпағансыз. Рахмет енді біздің... Енді бастауы өзіңіз болып тұрсыз. Ашық айтсыз сонда. Рахмет. Ұзақ көп болсын сұхбаттар дегіміз келеді. Мынау қолайлы орта қалыптастырдыңыз деп отқаныңыз, бұл аз ғана уақыттың ішінде бұл атмосфера ғой. Енді біз атмосфераны қайдан байқаймыз? Біз енді кадрдан байқаймыз. Кадрда, трансляцияда ол раздевалкадағы тойлау әдісі, сіздің Нұралы Әліпті басыңыздан сүйеуі, Лоран Бла мен Бартездің, кейін бір негізгі ішкі чемпионатта клубтарында негізгі құрамнан орын алмай жүрген ойыншылардың сол раздевалка үшін сол жерден табылуы, осының барлығы ғой негізі. Адиевтің бір ерекше харизмасы бар. Осының бәрі қолайлы атмосфера деп соны айтамыз, Бірінші кезекте бұл қолайлы атмосфераны қалай қалыптастырдыңыздар? Қалай жасадыңыздар? Және Нұралы Әліп бұрын өзі біз жастау бала еді ғой негізі. Бірден алғашқы ойыннан бастап федерация президентінің басынан сүйетті. Нұралы Әліп енді айту керек, жұлдызымыз ғой. Мына маған бұл дәстүрге келісуге тура келді, Нұрсұлтан. Раздевалканың өзі бір заңы бар. Барлық эмоциямызды міндетті түрде ішімізде шығарамыз. Осы сәт үшін біздің жігіттер жеңіске жетуге дайын. Жанкүйерлерді айтсақ, жеңістен кейін осы сәтті күтеді деп ойлаймын.
негізі біздің федерацияның миссиясы еліміздің өмірі осындай бақытты минуттарға толы болсын деген. Бұл енді көзге көрінбейтін істер ғой. Дәстүр болсын, басқа айтып жатыр, жігіттердің бәрі бір-бірін қолдап, бір-біріне жан ашып жүргеніне, соған мен ризамын. Бірақ Нұрсұлтан енді шындықты айту керек, бұның бәрі уақытша шешім. Неге десеңіз, система жоқ. Футболдың сапасы жоғары шығару үшін сапасын, он шақты процесстерді іске қосуымыз керек. Жақсы, енді бұл жерде сол системаға қазір ораламыз, жеке-жеке талдасақ, алдымен бұл жолғы жеңіс жанкүйерлердің қолдауы, бұрындарда жанкүйерлер осылай қолдайтын. Бұл атмосфера, сол атмосфераны сіздер қалыптастырдық деп отырсыздар. Нұралы Әліптің өзі бір ерекше болды да, қайталанбас болды. Көңіл күй шынымен де сіздер басты миссияларыңызға қол жеткіздіңіздер. Нұралы Әліп болмаса, басқа кім сүйеді басыңыздан? Енді кім сүйеді? Нұралы Әліптің ойлап тапқаны ғой. Өзімен неге пенсия кетсе, өзімен кетеді. Енді ары қарай да бұл үрдіс жалғаса береді ғой, ұнақпаған сияқты ғой сізге? Жоқ, ұнағаны дәстүр бойынша, енді эмоция келтіргеніне сол уақытынан ап тұрмаған. Басқасы енді оған қалай келіспеймін. Жақсы. Жалпы бұл системаға оралмас бұрын жігіттерге қолайлы атмосфера қалыптастырдым деп отырсыз. Мен оны байқап отырмын. Қонақ үйде күтіп алуы, шығарып салуы, олармен араласуы, Адиевтің өзі де психолог екенін өзінің сұхбаттарында айтып жатыр. Сіздің де жеке дара ойыншылармен сөйлесуіңізді мен ойыншылардың өз ауыздарынан естіп жатам. Ол жақсы дүние. Екіншіден, мен енді бапкерді сұрамай қойын, бірақ ойыншылардың көңіл күйі көтеріңкі болу үшін бәріміз түсінеміз. Футболшылар деген ұлт үшін, ел үшін ойнайды, ол рас. Сондай-ақ оларға бір қолдайтын үстеме ақылар да болатыны рас қой. Ойыншылар алды барлығы көтеріңкі көңіл күйде. Өте. Ренжіткен жоқсыздар? Ренжіткен жоқпыз. Сомасын сұрамай қойын, ол бізге маңызды емес. Ең бастысы олар ренжімесе болды. Кейін бір 2-3 жылдан кейін кезінде ұлттар лигасындағы аламайға бердік деген. Жігіттердің бәрі риза. Бас бапкерден бастап бапкер штабы да риза деп ойлаймын. Бүкіл жарайтын сомасын мен де айтпай қояйын, бірақ та көңіл дұрыстап бөлінді бәріне. Жақсы. Енді қараңыз, система дейміз ғой, осы жолы біз енді қорғаныста ойнап шықтық қой бұрынғыдай. Бірақ бұл жолы кішігірім ойыншылармен дұрыс сөйлесудің арқасында осындай нәтижеге қол жеткіздік деп айтып отырсыз. Бізге басқа системаға өтуге болатынын біз, бірақ және оны болғанның өзінде біз жолдастық кездесулерді ойнадық қой. Ташкентте жеңіліп қалдық 2-0, Арабтардан жеңіліп қалдық. Бұл біз басқа системамен ойнап көрдік. Ойнап көрдік, Нұрсұлтан. Ол сіздің жеке тікелей тапсырмаңыз ба, әлде Адиевпен кеңестіңіз ба? Басқаша тактика көрейік енді кішкене деп. Дұрыс, бас бапкердің осы Адиевтің эксперименті ол. Басқа тактикамен ойнайық. Басқа тактика ойнаймыз, көрейік, бірнеше ойын жүйесін тексерді. Қорытындысын айтайын. Қорытындысы біздің жігіттерге үлкен сенім бар. Бірақ конкуренция керек екенін бәріміз де түсінеміз. Негізгі әр позицияға 3-4 ойыншы қажет. Қазіргі уақытта ондай бәсекелестік жоқ. Енді бәсекелестік жоқ екенін біз о бастан түсіндік. Және оны жанкүйерлер де тікелей көз жеткізді ғой. Өзбекстанмен ойында, Біріккен Араб Әмірліктерімен ойында. Басында бәрі шулатты. Біз ұлттар лигасын жеңіп, Өзбекстанмен, Өзбекстанды да орнына қою үшін барып жатырмыз деп сөйтіп. Кейін барып түсіндік қой, бұл жолдастық кездесу, тактикалық тұрғыда команданы тексеру. Әлсіз тұстарымыз өте көп. Флангтер, позицияда бәсекелестік аз. Өзіңіз айтып отырсыз, бұл уақытша шешім деп біздің жетістігіміз. Енді түсінікті, алда іріктеу кезеңдері бар, Европа біріншілігі бар, әлем чемпионатына жол. Ол жақта да біз міндетті түрде жанкүйерлер үйреніп қалды, тек көш бастаймыз, ұпайлар аламыз. Ол оңай емес, түсінем. Ол оңай емес. Олай болмауы да мүмкін. Қандай қазір енді біз алдыға міндеттер қойып отырмыз? Мамандар бойынша, бапкерлері бойынша, ойыншылар бойынша. Осылар жеке-дара айтып берсеңіз. Ең маңызды сұрақ, Нұрсұлтан. Біздің стратегиямыз осы сұрақтан басталады.
ең басты міндет мамандар дайындау. Қазіргі таңда мына футбол стратегиясын жүзеге асыруға 30% ғана дайындығымыз бар. Мысалы, мына статистиканы алсақ, мына футболды ұйымдастыратын, футболды басқаратын мамандар, мына білім бар сарапшылар, селекционерлер, және де мына медико-биологиялық қызметкердің барлығын жинасақ, максимум 300 осы маман жинаймыз. Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша. Бізге керегі кем дегенде мына 3000 кәсіби мамандар. Ал бапкерлер туралы айтсақ, бұл арнайы жоба. Еліміздің футболына 6000 бапкер қажет. Балалар футбол барлығын алған кезде. Барлығын алған кезде, бүгін лицензия бар бапкерлердің саны 2000-ға жетпейді. Сондықтан биыл дайындық жұмыстарын аяқтауымыз керек. УЕФА және Алматы университетпен бірлесіп, наурыз айында білім процестерді іске қосамыз. Бұл өте маңызды міндет. Алматы деген университет, бұл Алматыдағы жеке университет қой. Сол жерде, сол бізге жетіспей жатқан мамандарды наурыз айынан бастап оқыта бастайсыздар. Иә. Бана санын айттым ғой. Бізде қазір 300 екен. Бәрі жинасақ, бүкіл мамандарымыз жинасақ, 300 максимум 300 адам болады. Бізге керегі 3000 маман керек. Кем деген кезде. Кем деген. Демек, ол бір неше жылға арналған жоба бұл, наурызда басталса? Бұл 3 жылдың ішінде біздер 3000-ға жетуіміз керек. Сонда бір жылда 1000 студент оқыса, дұрыс болатын еді. Алматы бір жылдың іште. Бұл енді қашықтан да оқытап не істей береді ғой? Әлде Алматы іштен мен білем, шағын университет қой дегенім ғой, 1000 студенттің өзі. Деңгейіне қатысты 2 айдан 2 жылға шейін. Дайырлайсыздар. Иә, дайырлаймыз. Енді Нұрсұлтан қабылдау процедурасынан бастап барлығын хабарлаймыз. Жылдың басында. Жылдың басында, яғни қаңтарда ақпарат көздерінен шығады, бұл оқуға қалай түсуге болады, кімдер түсе алады. Өте дұрыс. Қазақ футболына ерекше еңбек еткісі келіп, өз үлесін қосқысы келетін азаматтар, ресми сайты бар Қазақстан футбол федерациясының, ресми әлеуметтік желідегі аккаунттары бар. Содан нені бақылап жүріңіздер. Оқу ақылы ма, әлде грант тегін ба? Жоқ, енді дұрыс қой, білім ақылы болады. Бірақ біз оны барынша қолжетімді етеміз. Ол жақта кімдер сабақ береді, кімдер дәріс береді? Жаңағыны айтып жатырмын, УЕФАның сарапшыларын шақырып жатырмыз. Шетелден? Шетелден шақырамыз. Өте бір білімдері өте жоғары сарапшыларды. Ағылшынша бола ма? Ағылшынша да болады, орысша да өткіземіз. Бұл жай академический білім болмайды. Бұның 70% практика, 30% теориясы болады. Бізде аймақтарда біз көп аралаймыз, жанкүйерлер көп жазады, бізде жұмыс істегіміз келеді, бізде қызмет жасағымыз. Ол үшін білік керек, білім керек. Білімді қайдан алады? Әрине осындай шетелдік мамандардың тәжірибесімен, теориясынан алуға болады. Сондықтан тамаша мүмкіндік деп ойлаймын. Шыны керек, заңды тұрғыда, ресми тұрғыда жұмыс істегісі келетіндей, толық құқылы болу үшін осындай білім алсаңыздар, сіздерге де тамаша мүмкіндік деп ойлаймын. Әділет Назарбайұлы, мысалы, сіз айтып жатсыз, оқытамыз деп жатсыздар, мамандар даярлаймыз деп жатсыз университет. Бірақ уақыт бір орында тоқтамайды ғой. Тоқтап қалмайды. Ертең іріктеу кезеңдері келіп жатыр. Бізде топтық кезеңде командалар анықталған кезде біз мүмкіндіктеріміз бар, ұлттар лигасына жетістігімізді қайталай аламыз деген сияқты сөздерді естідік. Қазіргі таңда ұлттық құрамаға нәр беру үшін, оны күшейту үшін, оны жетілдіру үшін, өзіңіз айтпақшы Ташкендегі, Дубайдағы жағдайлар болмас үшін қандай әрекеттер жасап жатсыздар? Ғылыми түрде қазір өте қызық жұмыс басталып жатыр. Алдымен біз база данных программасын енгіземіз. Әрі қарай селекция мен медико-биологиялық жұмысы басталады. Әр іріктелген футболшының физикалық, психологиялық жағдай туралы барлық мәліметті жинауымыз керек. Медико-биологиялық қызмет әр ойыншының ДНК-сы туралы ақпаратты қалыптастырады. Бұйырса 13 жастан бастап іріктелген дарынды балаларды зерттеп отырып үлкен мақсаттарына жетелейміз.
Демек, бұл 13 жастан дегеніміз біздегі негізі ұлттық құрамаға дейінгі дайындық сатылары ғой. 17, 19, 21 соның барлығы арнайы тексерісте болады, медициналық тұрғыда олар бақылауда болады, соның барлығы. Демек, болашақта өзіңіз айтпақшы, Адиевке, бәлкім ол кезде Адиев басқа біреу болатын шығар, білмейміз ғой енді. Дұрыс материал келу үшін осындай сатылардан өтеді. Сол жаңа ғана айттық қой, бір позицияға 3-4 ойыншы керек бізге. Құраманың сыры белгілі болды. Біраз жұмыс жоспарларыңыз айтып жүрсіз, жаңа жылда басталатын, ол мынау мамандар дайындау бойынша, біздің ұлттық құрамаға қажетті кадрлар дайындау бойынша, мысалы, біраз әрине сәтті жүзеге ассын дегіміз келеді, оған сенеміз. Мен байқауымша федерацияда үлкен өзгерістер болып жатыр, мамандар ауысып жатыр, жастар келіп жатыр, кәсіби деңгейлері жоғары, олар өз-өздерінің кәсіби мүмкіндіктерін арттырып жатыр, жақсы ойыншыларды айтып жатсыз, мысалы. Бапкер ғой бұл жерде мәселе ең бастысы. Бапкермен келісімшартқа қайта қол қойдыңыздар. Ол сөз, оның алдында бір ресейлік клубқа кетеді, кетпейді деген сияқты әңгімелер болып жатты. Ал жалпы басында оны сіз тағайындаған кезде бәрі қарсы болды. Көпшілігі қарсы болды десек те болады. Түсінбеді, бұл қандай бапкер, қайдан тауып алды деген сияқты. Мен өз басым ол кісімен ұлттар лигасы аясында сұхбаттасқам. Біраз сұхбат берген кезде шет жағасын түсіндім қандай азамат екен. Жалпы оның таңдалуына негізгі себепкер сіз ғой, басқа ешкім емес. Соңғы сөз айтатын сіз. Неліктен оны таңдадыңыз? Қазіргі таңдауға қандай баға бересіз? Және оның болашақта бізге қандай пайдасы болады әлеуеті? Сізбен қалай кеңеседі ол? Қандай көмегі бар оның? Әртүрлі мына Адиев жөнінде әртүрлі ойлар болды. Енді мына көпшілік арасында әрдайым субъективті көзқарас қалыптасады. Ол да дұрыс шығар. Бірақ Нұрсұлтан біздің жұмыс жүйесінде компетенциясының моделі бекітілмей, мамандар қабылданбайды. Енді бас бапкер жөнінде айтсақ, өз пікірімді айтайын. Мен әрқашан адамның 3 қасиеті қызықтырады. Жігерлік, зияткерлік, физикалық күші. Жігерлік бұл болашақтағы жоғары мақсат үшін қазіргі кездегі дискомфортқа шыдау. Зияткерлікті айтсақ, біріншіден бұл кәсіби компетенциясы. Жаңа өзгерістерге дайын болу керек. Және де әрқашан үйренуден жалықпайтын адам. Физикалық күші, ол бас бапкер, денсаулығы өте зор болу керек. Сол арқылы біздің жігіттерге мықты энергиясын бөледі деп ойлаймын. Магомед Адиев осы 3 талапқа сәйкес. Ол өте ақылды бапкер, адамгершілігі мол жігіт. Сонымен қатар біздің жігіттердің психологиясына түсінеді. Жақсы. Енді адамгершілігі мол азамат деп айтып жатсыз. Мұның да өзінің бір талаптары бар. Талаптарын сіздер қанағаттандырып жатқандарыңыз келісімшартқа қол қоюмен ақ белгілі болды. Бірақ алдында есіңізде ме, ұлттар лигасынан кейін бұл Ресейге кетеді, кетпейді деп бір ақпарат көздерінде көбейіп кетті. Сол ойладым да мен, Адиев еркелеп жүр ма деген сияқты. Жоқ, уақыт өте келе Қазақстанмен келісімшартқа қол қойды, отырды. Келістіңіздер ғой. Барлық талаптары тәбеті зор ма, әлде зор емес пе? Енді көңілі мықты, көңілі зор. Талаптары да енді зор деп ойлаймын. Әр адамның таңдауы болу керек қой. Демек, сізді тыңдады, сіздің айтқан сөзіңізді екеткен жоқ, Қазақстан ұлттық құрамасында қалды, солай ғой? Сол. Әңгімеміз болды, бірақ өзі де Қазақстан туралы жай айтып жүрген жоқ, жігіт. Өзі жүрегінде бар. Енді әкесі осы жақтан ғой? Әкесі осы жақтан. Алматыдан, кезінде осы жақта өмір сүрген. Бәрібір туған жері тартып тұрады. Туған жері Қазақстан деп ойлаймын осы Адиевтің. Әрине. Әрбір шешен ұлты солай ойлайды ғой негізі. Бабалар осында болған, қазақтың нанын жеген деген сияқты. Жақсы, түсінікті. Бапкер туралы пікіріңізді білдік. Ең мәселе бұл Қазақстан премьер-лигасы. Қазақстан премьер-лигасында мәселе келген кезде бұл әрине клуб директорлеріне байланысты болады. Ойынға тікелей қатысы бар ойыншылар, ойынға төрелігін беретін қазылар деген сияқты, вар жүйесі деген сияқты. Бұның барлығы мен осы сұхбат алдында бір зерттей келе бір мәселе екен. Бұның барлығына тікелей байланысы бар. Бұл әрине футбол басшылары, сол клубтың директорлері, менеджерлері.
Енді сіздің, мен өзім білем, пайымым бар. Сіздің жауабыңызды білгім келеді. Жалпы қазіргі таңда Қазақстан премьер лигасындағы футбол менеджерлерінің, басшыларының деңгейі қандай баға бересіз? Соны айтып алыңызшы бірінші. Ең басты мәселе мына клуб басшылардың менеджерлік деңгейі мен мына қаржылық білімі төмендеу. Оны бәріміз де білеміз, айтуымыз керек. Мына сондықтан мына клубтарға қойылатын талаптар енді күшейттік. Алдымызда үлкен жұмыс бар. Мына менеджмент стандартын енгізуіміз керек. УЕФА-лық, ФИФА-лық, иә? УЕФА-лық, ФИФА-лық ол. УЕФА-лық және мына ФИФАның регламенттерімен кетеді бәрі. Бірақ мына футбол менеджменті түсіну керек не екенін. Қазіргі енді бір не бар, сұрақтар қойылатын. Неғып мен 30 жыл футболға өмірімді бердім, мен де түсінетін адам жоқ. Мен артық футболды білетін адам жоқ деп айтатын жігіттер де бар. Менеджменттің өзі бұл ғылым, соны түсіну керек. Бәріміз де менеджментті біліп отырсақ та күнде оқып жатырмыз. Демек, қазіргі таңда Қазақстан премьер лигасына клубтардың басшыларының неше пайызы регламентке сай? Регламентте біреуде келмейді. Біреуде келмейді. Енді бұлар қанша уақыттың ішінде үйрену керек? Қанша уақыт бересіздер сіздер? Еліміздің футболын дамыту үшін біріншіден айтып жатырмын ғой, мамандардан бастауымыз керек. Мамандарды дайындау 2-3 жылда кетеді. 2-3 жылдың ішінде осыған тұрсамыз, 2-3 жылдың ішінде бәрін дайындап 70-80%-ға жеткізсек, мен компетенция жөнінде айтып жатырмын. Сонда үлкен қадам деп ойлаймын. 70-80%-ға жетсе, демек Қазақстандағы премьер лигадағы болып жатқан біраз шуларға нүкте қойылады. Өте дұрыс. Дауыл басылады дейсіз ғой. Басылады. Тікелей ол басшыға байланысты, мысалы басшы бәрін құртатын басшы деп ойлаймын да. Мысалы ол қалай жасайды ол? Төлешімен де сөйлесетін сол. Мына спорт этикасы бар. Иә. Сол спорт этикасын енгізуіміз керек. Ол бірден енгізілмейді, бірден келе қалмайды. Оның алдымен бүкіл менеджерлер дайындауымыз керек. Демек, оның қабілеті болса, ол федерациядан бөлек өзінің мүмкіндіктері жетіп тұрса, сіздердің көңілдеріңізден шықса болды. Ол клуб басшысы болады, солай ғой? Бола алады. Негізі бізге айтып отырмын ғой. Бізге қазір басында айттым, бүгін дайындығымыз 30% ғана. Сонда 30% дегенім, сонда бізге менеджерлер жетпей жатыр. Бәрін шақырып жатырмыз, шетелден де шақырып жатырмыз. Содан біз 3 жылдың ішінде өз менеджерлерімізді дайындауымыз керек. Осыған дейін не істелінген сонда федерацияда? Қаншама нәрсе істелінбеген ғой, мысалы мамандар даярланбаған деп жатсыз, 250 адам бар, 600-ақ бапкер бар екен, ғылыми тұрғыдан қарастырылмаған. Бұл сұрақты сізге қойым орынсыз, бірақ бірден жанкүйерде сонда ой келеді да, не істелінген деген сияқты. Бұл жерде не болған өзі сонда деп ше, ғимараттан бөлек. Менде осындай сұрақ туындап отыр. Енді сіз жауап бермесеңіз де болады? Мүмкін стратегиясы да басқаша болған шығар. Енді біз ғылыми тұрғыдан келіп жатқаныңызды айтып отырмын ғой, мысалы қаншама мына жерде қағаздар тұр, бұның барлығы алдағы уақытта жүзеге асатын жобалардың сызба нұсқалары, бапкерлер дайындайды екенсіздер, мамандар дайындайды екенсіздер, балалар тәрбиелейді екенсіздер, КПЛ-дегі футбол менеджерлерін даярлайсыздар. Ең басты мәселе бұның барлығына федерациядан бөлек бюджеттен бөлек әрине ол әкім, аймақтағы әкім. Әкімдермен сіздің қазіргі қарым-қатынасыңыз қалай? Әкімдер футболды қалай бет бұрып жатыр? Назар аударғысы келе ме? Білем, кейбір аймақтар бар, футболды жақсы көретін әкімдер де бар. Бірақ барлық аймақта футбол бумы орнау үшін не істеу керек? Әкімдермен жұмыс қалай жүзеге асып жатыр? Мен ойымша, әкімдердің басты міндеттердің бірі ол халық денсаулығы.
Сол үшін мына президентіміздің тапсырмасы бойынша бұқаралық спортқа барлық жағдай жасауымыз керек. Мына бұқаралық спорттың ішінде футбол ең қолжетімді. Футбол арқылы әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешіледі. Мысалы, футболмен араласса, елдің денсаулығы да жақсарады. Балалар интернеттен көп отырмайды. Нашақорлыққа қарсы тұрып, қылмыстың саны да азаяды деп ойлаймын. Сол себепті футболды мемлекеттің инструменттерінің бірі деп қабылдау қажет. Жақсы, бұл мәселені енді кез келген әкімнен сұрасаңыз, дәл солай екенін айтып береді, бірақ іс жүзінде бұған немқұрайлы қарайтын сөзсіз. Біз білеміз, мен сізден сұрамай қояйын, қай аймақта әкімдер футбол жақсы көреді, қай аймақта футбол жақсы көрмейді деген сияқты. Бұл екінші мәселе болып кетеді. Мен сұрайын деп отқаным, мысалы, футболды аса қатты жақтыра бермейтін аудитория бар. Футболды жаны сүймейтін аудитория бар. Футболдың мықтылығын көре алмайтын, қызғанышпен қарайтындар да бар. Олардың басты сұрағы, неге аймақтағы бюджеттің негізгі бөлігі спортқа бөлінеді? Ол футболға кетіп қалады, кәсіби футболға кетіп қалады дейді. Енді бұл жерде мен сұрағым түсініп отқан шығарсыз, кәсіби футбол қашан аймақтың бюджетінен тыс болады? Өз-өзін қашан қамтамасыз ете алатын деңгейге жетеді? Мүмкін бе бұл? Мүмкін. Бұл сұрақтың жауабын беру үшін біз алдымен бір нәрсені түсінуіміз керек. Мына бұқаралық футбол және кәсіби футбол бұл екі әртүрлі бағыт. Бұқаралық футбол әлеуметтік мәселе, ал кәсіби футбол бұл бизнес мәселе. Ал мемлекет негізгі инвестор бола отырып инфраструктураға және мына бұқаралық футболға инвестиция салса, сонда ғана кәсіби футбол бизнеске айналады. Футбол өнеркәсіп бизнесі осылай құрылады. Біз біраз енді мысалы футбол мамандарын даярлау, бапкер бойынша сөйлесіп жатырмыз, тағысына кете береді, бірақ ең басты мәселе міндетті кез келген осы федерация басшы келген кезде осы мәселенің жауабын дұрыс ала алмай жатамыз. Жауап болғанмен шешу жолдары, механизмдері анық айтылмайды. Ол әрине ол ауыл футболы, аймақтағы футбол. Түсінікті, қалада футбол дамиды, академиялар салынады, ауылдағы балалар келеді, бірақ барлығы келе алмайды деген сияқты. Немесе ауылға бапкерді қайдан табамыз деген мәселелер туындайды. Ол дыша ағай, физрук болмайды мысалы. Жай ғана бір ысқырығы бар. Оған да бір қабілеті болу керек. Ол бір жерден үйрену керек деген сияқты. Мысалы сіз айтып, Алма-Юдағы тәжірибе өте жақсы менеджерлер дайындау бойынша. Ал бапкерлер бойынша біз бағана айттық қой, бізге 6000 бапкер керек, бізде тек қана 2000 бапкер бар. 4000-ді дайындау, аймақтарда дамыту, ауылдардағы футбол көтеру үшін не істейміз? Біз Астана қаласындағы аграрлық университетпен бір қызық идеяны іске асырып жатырмыз. Білім орда жыл сайын 3000 маман дайындайды. Соның ішінде распределениемен ауылға баратын жас мамандарға ДЦ категорияларды оқытып лицензия береміз. Агротехникалық университет астында, Сәкен Сейфуллин атындағы. Сәкен Сейфуллин атындағы. Егер де осы жас мамандар ауылда қосымша бапкер жұмысын бастаса, федерация бүкіл инвентарлармен көмектеседі. Сонда Нұрсұлтан ойлап қараңыз, мысалы 300 мамандарға лицензия берсек, кем дегенде 50 маман ауылдарына барып бапкер жұмысын бастап кетсе, бұл үлкен қадам. Жақсы, қараңыз, бұл енді кішігірім тарқатып айтсақ. Астана қаласындағы агротехникалық университет, олар жылына 3000 маман шығарады, диплом береді дейсіз ғой. Сәйкесінше сіздер соның ішінен арнайы бөлім ашасыздар ғой. Кәдімгі жоқ, болай емес. Мен түсінуім бойынша сіздер сол жақтағы азаматтарды, ауылға аттанатын азаматтарға мүмкіндік бересіздер. Бапкер болғысы келсе, біз ДС категориясын береміз, тәжірибеден өткіземіз. Жаңағы айтып жатырмын, 3000 дайындаса әр жыл, сонда распределение баратын 500-ге шейін жетеді екен. Ауылдарға баратын, распределение баратын. Соны біздер қазір сол келісімге келіп жатырмыз. 300 балаға, 300 студентке соны лицензияны берсек, сол ғой.
Лицензияны ол алу үшін бірден бере салмайтын шығарсыз, мен алуға бара жатырмын оны десе. оқытамыз ғой. Оқытасыздар. Оқытамыз. Соның сол себептен аграрлық университетінде бүкіл мына нелерді класстарын бәрін дайындатып жатырмыз. Ол жақта сабақ беретін кімдер ол бапкер бойынша? Біздің сарапшылар. Жақсы. Біздің осындағы аналитиктер, специалисттер, мамандар, біздің мамандар. Ол мысалы федерацияның мамандары. демек, маман университетті бітіреді, сіздерден дәріс алады, қосымша ауылға аттанады. Сәйкесінше федерация бұл азаматқа белсендіге инвентарьмен көмектеседі, солай ғой? Дұрыс, тегін көмектесеміз. Бүкіл инвентарьмен. Яғни доп бар, сықырғы бар, анау көп қой инвентарь деген. Бүкіл. Бапкерге не керегін бәрін береміз. Жақсы. Ол бапкер өз сәйкесінше сол ауылда белгілі бір өзі университет бітірген мамандығы бойынша жұмыс істейді. Қосымша бапкер атанғысы келсе, сіздерден барады да категорияны алады, үйренеді, инвентарь алады, балаларды қабылдайды. Тегін оқытама, ақылы оқытама, оны өзі біледі, дұрыс па? Өзі біледі енді. Енді бұл жерде де қарап отырсақ, ғылыми тұрғыда екен, университеттермен тікелей жұмыс жасап жатыр екенсіздер. Алма Human менеджерлер, агротехникалық университетпен бапкерлер бойынша. Егер бұл сәтті жүзеге асып жатса, енді әртүрлі қалаларда бар ғой аграрлық университеттер. Олармен де тікелей меморандумға, келісімге қол қойып жасай беретін шығарсыздар болашақта. Иә, дұрыс қой. Енді осыдан бастауымыз керек. Шүкір, мына істеріміз, абыройлы істеріміз деп айтамыз. Осы істеріміз жүріп кетсе. Бұл университетпен қашан басталады? Ақпайында бастайын деп жатырмыз. Сондықтан құрметті көрермен, әсіресе аграрлық салада білім алып жүрген, бірақ ертең ауылға барам ғой, ауылда мен футбол әлеуетімді көрсете алмаймын ғой, қалай көрсетсем болады деп жүрген азаматтар болса, мінекей тамаша мүмкіндік. Ақпан айынан бастап осындай жобасы жүзеге асады екен. Сіз егер аграрлық университеттің студенті болсаңыз, алғашқы қадам деп жатыр, кейін де басқа университеттерге тарай жатар. Қосымша ДС категориясын ала аласыз, инвентарь ала аласыз, ауылға барып бапкер бола аласыз. Бұл енді алғашқы қадамдар. Бұны ары қарай жоспарлар кейін тағы да сұхбаттасқан кезде әңгімелесіп жатармыз. Алғашқы нәтижесін көргеннен кейін. Әділет Назарбайұлы, енді біз бүгін біздің сұхбатымыздың бұл әліппесі десек те болады. Кішігірім әр мәселеге тиянақты тоқталып отырмыз. Қазақ тілінде, оның өзі бір үлкен қуанышты мен үшін бір жағдай дегім келеді. Әрине біздің көрермен қазір көріп, дұрыс қолдау білдіру керек деп ойлаймын мұндай жағдайда. Өйткені біз сәйкесінше осындай құштарлыққа, дәл осындай біздің қазақ тіліміз дегенді тұңғыш сұхбаты деп отыр ғой Әділет Назарбайұлы. Жауап берген қолдап отырса, болашақта біздің осындай даулы мәселелерге болашақта туындап қалса, немесе бір жауапты талап ететін федерация басшысы тарапынан сауалдар болған кезде қазақша жауап аларыңыз келсе, бүгіннен бастап осылай сұхбатты қолдауларыңыз керек деп ойлаймын. Сұхбатты қолдауға ие болса, сәйкесінше қолдау да, сұхбат та көбейеді, сәйкесінше ынта жігерді артады деп ойлаймын қазақ тілінде сұхбат беруге. Алғашқы сұхбат қанша дегенмен. Бапкерлер туралы сөйлестік, ұлттық құрама туралы, ұлттар лигасы, алдағы мәселелер, межелер туралы әңгімелестік, балаларды қалай тәрбиелейміз, оның барлығын, ауыл футболы туралы тоқталдық. Тағы бір мәселе, өткен жолы мен әлеуметтік желіден де сіздің суреттеріңізден де байқадым, қыздар футболына ерекше көңіл бөлуде екенсіз. Қыздар футболы деген кезде бұл мәселе қайдан туындады? Сіз менің бір қыздар футболына арнаған подкастымды көрген екенсіз. Сол мәселеден бастап біз осылай жеке дара сөйлесіп, бірте мәселе осы сұхбатқа дейін ұласты ғой. Қыздар футболы биыл өз туралы айта бастады. Қыздар футболы телеарнаға шыға бастады. Қыздар футболындағы кейіпкерлер сұхбат бере бастады, және соның басқасында жүрген ол әрине сіз. Неліктен сізге қыздар футболы ұнайды? Неліктен қыздар футболына биыл ерекше акцент қойып отырсыз? Қыздар футбол мен үшін үлкен құпия. Бір қызық жағдай болды. Ең алғаш рет әйелдер құрамасымен кездескен кезде біз футбол емес, тек театр туралы әңгімеміз болды. Қыздарға содан кейін көйлектерін сыйлап театрға шақырдым. Бірақ уәде бердім. Наурызға дейін қыздар футболын дамыту туралы нақты шешім қабылдаймыз деп. Көзіңіз жайнап кетті қыздар футболы туралы айтқан кезде. Жеңгеміз қызғанбай ма мына жауаптарды көріп отыр? Көйлек сыйлапсыз, театрға апарыпсыз. Енді
жеңгеңіз мына қыздарға емес театрға көбірек қызғанады деп ойлаймын. Неге десеңіз, мына 6 жыл бұрын Қарағанды облысында Тименов Талғат аға екеуміз мына халық театрын ұйымдастырғанбыз. Талғат ағамыз білесіз. Талғат Теменов қой, оны барлығы біледі деп ойлаймын. Махаббат станциясы деген фильмнің режиссері, енді жалпылама түсінікті болсын айтып жатқан. Сол мына сахнаның өмірін көріп, 10 шақты пьеса қойып, мына театрға ғашық болғаным бар енді. Сол себептен мына көрермен де, жанкүйерлер де өте жақсы түсінемін. Ұлттық құраманың ойыншыларын апарасыз ба театрға? Бұйырса оларды апарамын. Қай театрға? Драма театрға, опера театрына, балет па? Драма театрдан бастау керек. Драма театрдан бастау керек. Түсінікті. Бір-екі сауал бар, қысқа ғана жауап берсеңіз, оған алтын уақытыңызды алмай қойын. Біріншісі, сіз басшылыққа келгелі бері Қазақстан премьер-лигасындағы командалардың саны қысқарып, 10 ғана команда болады деген едіңіз. Сол пікіріңізден айындыңыз ба, әлде шын мәнінде алдағы маусымдарда 10 команда бола ма, немесе керісінше көбейіп кете ме? Әр адам өзгерістерге дайын болу керек. Биыл да сол бір осы жылдың басында біраз клубтар лицензияның талаптарына сай болмады. Бірақ қазір динамикасын көріп жатырмын. Бәрі де осы талаптарын дұрыстап бәріне жауап беріп жатыр. Талаптары бар. Демек, сіздің менің ойымша, сөзіңізді бөлейін, сіз неге алып келе жатсыз? Сіз облыстар қосылып жатыр деп жатсыз. Қазір талаптарға сай келіп жатыр. Демек, 10 команда емес, одан да көп болып кетейін деп тұр ғой. Мүмкін. Осы 12-ші желтоқсан 12-сінде бізде мына форум өткіземіз. Астана қаласында. Астана қаласында өткіземіз. Мына футболны жанашырлардың бәрін шақырып жатырмыз. Сонда осы мәселені талқылайтын шығарымыз деп ойлаймын. Негізі көтеру керек. Қанша болады? Кім қалады? 14 бола ма? 16 бола ма? 12 бола ма? 16-да болып қалуы мүмкін ба? Мүмкін, бәрі де мүмкін. Оның бәрін енді 12-сі жауабын білесіз деп 12-сінің өтетін форумды кәдімгі жарнамалап тастады. Енді дұрыс қой, сол осы мәселені көтеру керек деп ойлаймын. Бұйырса осы 12-ші желтоқсанда осы сұрақта қарастырады. Әділет Назарбайұлы, бұл көптен бері күткен сұхбат. Әрине, уақыттың тығыздығы бар, бірақ енді кез келген Қазақстан азаматы, кез келген басшы, бұл әрине жанкүйерлердің алдында осылай жиі шығып, жауап беріп, өз ойын, пікірін, өз сөзімен, өз аузымен айту керек. Әйтпесе, біз білеміз, газетке басылым бере салады, оны пресс-секретарь жазып беретін, немесе әлеуметтік желіде тарайды, бірақ оның өзі айтпауы да мүмкін. Менің негізгі миссиям осы федерацияның басшысы өзі халық алдына шығып, өзінің ойын айтса екен. Қазақ тілінде. Бұл жерде біз біраз нәрсемен ұтып тұрмыз деп ойлаймын. Бірінші кезекте қазақ футболының негізгі қолдаушылары ол қазақ жанкүйерлері ғой. Алаңға, стадионға баратын. Сондықтан осылай шыны керек миссияңызды, қызметіңізді дұрыс пайдаланып, сұхбат беріп, қашпай, тығылмай. Көп болады ондай жағдай, көп секторларда. Бірақ ондай емес екенсіз, осылай бір ашықтық танытқаныңызға рахмет. Бүгін шыны керек біраз мәселелер бар. Оның бір 30-40%-на жауап алдық. Кейбірін көрермен өз ары қарай тарқатып айтады деп ойлаймыз. Бұл алғашқы сұхбатымыз. Әрмен қарай да сұхбаттар болады. Біраз мәселелерге біз тоқталамыз деген ойдамыз. Алғашқы сұхбат менің ойымша жақсы өтті. Дұрыс жауап бере білді. Әрине қобалжыды бірден айтып қоюымыз керек. Қобалжыды, неліктен кофе, неліктен су тұр дейсіздер. Дұрыс қой енді. Өзіңізге де рахмет, Нұрсұлтан. Бүгін сұхбат беріп атқаным біздің жұмысымыздың алғашқы нәтижелер шығып атқаны. Ары қарай да осылай бұйырса енді кездесуіміз жиі болып тұрады. Жиі болып тұрады, әрине. Жеңісте де, жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді ғой. Ол футбол, сондықтан кез келген жағдайда біз көрерменге ашық сұхбат бере білуіміз керек. Өз ойымызды айта білуіміз керек. Және дәл осы сұхбат бұл дәстүрге, үрдіске айналады деп ойлаймыз. Сізге рахмет, ең бастысы денім сау болсын, ауырмайық. Осындай 2-3 жылда біраз дүниелер өзгертемін деп отырсыз ғой.
сол нәтижелерге жетіңіздер. Құрметті көрермен, біз бүгін Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Назарбайұлы Бәрменқұловпен алғашқы сұхбатымызды жасадық. Бағасын өздеріңіз бересіздер, сіздерден қолдау күтеміз. Жиі сұхбат болсын десеңіздер, жиі ақпарат естігілеріңіз келсе, осындай нұсқада, онда лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер. Біз үшін ол өте маңызды. Бұл Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасы. Рахмет сіздерге.